Қайырлы күн баршаңызға. Қалдарыңыз қалай? Рамазан айында ұстаған оразаларыңыз, жасаған дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Бүгін сіздерге қазақтың ұлттық тәттісі жент жасаудың оңай жолын көрсететін боламын. Видеоны өткізбей, видеоны мұқият соңына дейін қараңыз. Ең алдымен ыдысымызға талқанды салып, үстінен бөлме температурасында еріп тұрған сары майды салып, екеуі жақсылап біріккенше жақсылап араластырып аламыз. Міне талқан мен сары майды жақсы араласты, түсі осындай түске кірді. Енді үстінен сгущенка құятын боламыз. Сгущенканың кез келген түрі жарайды. Мен барлығына көз мөлшерінде салып жатырмын. Жақсылап бір-біріне біріктіріп араластырып аламыз. Бізде қою осындай бір-біріне бірігіп жабысатындай масса болу керек. Міне массамыз дайын болды. Енді қолымыздың көмегімен дөңгелек пішінінде етіп осылай істеп шығамыз. Достар, сіздердің қолдауларыңыз мен үшін және каналымның ары қарай өсіп даму үшін өте маңызды. Сондықтан менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Және де менің видеоларым ұнаған болса, лайк, комментарий қалдырыңыз. Және де алдағы уақытта түрлі пайдалы жақсы рецепттермен бөлісетін боламын. Міне осылай барлығына жасап шықтым. Енді дайын болған женттерімізді 15-20 минутқа холодильникке салып қоямыз. Міне женттарымыз да қатып дайын болды. Өте әдемі дәмді болып шықты. Менің отбасымдаларға өте ұнады. Міндетті түрде сізде осы әдіспен жасап көріңіз. Жасалу жолы өте оңай, өте дәмді болып шығады. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.